Шәмшагүл Меңдиярова, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, республикалық кинофестивальде «Сұрапыл Сұржекей» фильміндегі сырға рөл үшін үздік әйел рөлі жүлдесінің иегері атанған, дәстүрлі театр көктемі фестивалінің жүлдегері. Шәмшагүл апай, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Білуімше, сіз театр сахнасын кинокартиналарға көп жағдайда айырбастамайды екенсіз. Мүлдем десек те болады. Не себепті? Өйткені кино болсын, телевидение болсын, солардың ең негізі театр актерлары. Телевидение мен кино ол енді көбінесе жаңағы адамның суреті ғой, суретін көрсетеді. Қазіргі кездегі бұрын енді біз киноға түсіп жүргенде шын өзіміз жылайтынбыз, қазір жасты да бүйтіп қойып қоятын сияқты ғой. Театрда сен өзіңнің ойнайтын кейіпкеріңнің бүкіл мінез құлқын, оның психологиясын зерттеп барып сахнаға шығасың. Соның ауруымен ауырасың, соның қайғысымен қайғырасың, соның қуанышымен қуанасың. Оған біз бір спектакльді қою үшін, мысалы, 3 ай, 4 ай дайындалады. Сол уақытта актерлар ізденісте болады. Мысалы, үлкен жаңағы Абай, Абылайхан, тағы Шыңғысхан, мысалы, соны ойнайтын болса, бұл бүкіл соған қатысты шыққан материалдың бәрін оқып, қандай образ, қандай олар, мысалы, қолбасшы болса, ұрыс майданында қалай, үйде қалай, әйелімен қалай, баласымен қалай қарым-қатынаста, соның бәрін зерттеп барып сахнаға шығарады. Ал киноға келсең, ол жаңағы кейде енді сценарийді береді, жаңағы мүмкін бас кейіпкерлерге алдын ала беріп қоятын шығар, бір 3-4 ай бұрын. Енді мысалы мен өзім көбінесе эпизод қойнаймын, кейде тура сол жерде жаңағы сөзіңді береді, сол жерде сенің жаңағы қандай образ шығаруың керегін сол жерде түсіндіріп жатады. Сонда актер өзінің образына керемет жетік дайындалып бармайды деп мен өзім солай ойлаймын. Содан кейін театрда ойнағанда сен ойнаған образыңды бүгін бір жері жетпей жатса, ойланып келесі ойында соны ойланып, сол жеріңді жеткізіп ойнауға тырысасың. Өйткені театрда шексіз процесста, жұмыс процесінде жүреді актер. Кинода сен бір рет түстің, содан кейін ол қайталанбайды. Өйткені сен содан кейін оны қайтадан түсірмейді ғой сен. Сондықтан кейде бір киноға түсіп жатқан, қап, мына жерін бұлай жасамау керек екен деп, енді актерлардың көбі сөйтіп өкініп жүретіні бар. Кетіп қалады, тарихта қалып қояды, сол кадр дәптерінде қалады дейсіз ғой. Шәмшагүл апай, енді әкем театрда көп жылдан бері талай рөлдерді сомдап келе жатырсыз. Менің өз басым, өзім білгім тұрғанда, сіз осы рөлдеріңіздің ішіндегі қайсысын қатты жақсы көресіз? Бір ерекше атап айтар рөліңіз бар ма? Мен осы рөлді шексіз сүйем дейтін. Рөлді ойнағанда соның бүкіл психологиясында, тарихына, соның өмірін кешесің деп. Сол көзқараспен қарағанда әрбір рөл сенің балаң сияқты. Оның ішінде сенің жүрегіңнің, жаныңның бір кішкене бөлшегі сол рөл арқылы шығады. Өмірге деген көзқарасың. Енді ең бірінші менің үлкен рөл ойнағаным Асылхановтың Айман Шолпанда ойнадым. Ол енді өзім жадымда қалды. Ол жас кезімізде ана үлкен апайлардың ойнап жүрген рөлін жастарға бейімдеп қойды. Оны бұрын Шолпан апа ойнайтын, Зәмзәм ойнайтын Айманды. Біз Бақыт екеуміз, Бақыт, мен, Рахиля, Жұмагүл, төртеуміз, екеуміз Айман, екеуміз Шолпан болып солай ойнадық. Ол бір өзіміздің жастық шағымыздың думанды кезі. Рөлді ойнап жүргенде ылғи жастар ғой. Сахнаның ішінде бірімізді біріміз қалжыңдап, сендерде де сондай бар ғой. Тосын бір қимылдар жасап, тосын бір ананы біз енді басқаша оқиға жасауға тырысамыз. Дәл сіздерден енді біздің де естуіміз бойынша театрда басқа бір дүние жасап. Ондайды қоса алмайсың, өйткені ол классика, ол Мұхтар Әуезовтың сөзі. Осы сөз қосамыз дегенге қарсымын.
әсіресе мына классикалық рөлдерде ол кісілердің сөзін, сөз саптасын білуге болмайды. Қазір мысалы осы күнде көп деген күлкі бірдеңе телевизорда көрсетіп жатады ғой. Сонда мынау ауыз екі сөздер, сосын ауылдың жаңағы қалжыңы, сондайлар көбейіп кетті. Ойбу бетім-ай, ойбай-ай, қойшы әрі деген сөздер. Бұл біз кішкене мынау интеллектуальный кішкене жоғары сөйлеуіміз керек. Жоғары халықты жоғарыға қарай сүйреу керек. Өнердің міндеті сол. Ал енді мен енді өзімнің соған риза емеспін. Өйткені ойбай бетім-ай, қойшы кетші әрі деп бірін-бірі өсіп сөйлеп жатқанда. Әуезовтің тілі әуезов болып қалу керек. Мүсіреповтің тілі өз алдына бөлек дейсіз ғой. Оның бәрі бір-бір мектеп. Оған сөз қосып, оның бәрін жаңағы қалай болса солай сөзін сапырыстыруға болмайды. Біз солардың ойына, солардың сөзіне қарай өсуіміз керек. Шәмшігүл апа, енді театр актері мен кино актерінің арасында бір үлкен айырмашылық бар дейді. Сіздің ойыңызша ол қандай айырмашылық? Ол айырмашылық. Несімен ерекшеленеді? Ол айырмашылық. Театр актері, мысалы өзіңде ана үлкен рөлді ойнағанда зал дегенің толып отыр. Сен сол көрерменге ойнайсың. Көрерменнің анау ар жағында отырған көрерменге де сенің сөзің жету керек. Сенің ойың жету керек. Театрдағы жаңағы ойнап жатқан рөліңнің арманы, оның мұң мұқтажы сол көрерменге жету керек. Кинода сен тек қана мына неге? Камераға ғана. Камерный былай ғана. Сондықтан ана жерде сен уа халқым деп сөйлесең, мына жерде олай айтпайсың. Уа халқым. Шәмшігүл апай, өзіңіз байқаған шығар, соңғы кездері әнші болсын, бет әдемі қыздар болсын, барлығы актер, актриса болып кетті. Негізі актерге арнайы білім керек пе? Міндетті түрде керек. Мысалы Голливуд актрисаларын оларды кейде сұлулығына, әдемілігіне қарап көшеден алып келіп түсіреді. Бірақ олардың содан кейін сол актер мамандығына міндетті түрде оқуға түсіп, соны бітіреді. Біздерде енді білмеймін, қазір кейде бетіп қарап отырсаң, мынау актер деген ұлы ұғымның ұғымына бір нұсқан келіп жатқан сияқты. Сіздің енді 4 жыл оқығаныңыз бар, алған біліміңіз бар, дипломыңыз бар. Соның қатарында жаңағы дипломсыз оқымаған актердің ортада шығып өнер көрсетуі белгілі бір тұрпатылыққа әкелетін сияқты. Жоқ, мен оған қарсы емеспін, бірақ ол білімін жетілдіру керек. Оқу керек. Үлкен актерлардан, үлкен ғұламалардың солардан үйрену керек. Солардың өмір жолын, творчестволық жолын ізденуі керек. Енді ол сұлу қыз бір-екі фильмге түседі, содан кейін ар жағында ол өмірдің заңы, кейін келіншек болады, кейін ана болады, кейін әже болады. Сонда да ей деп қыздың рөлін ойнап отырмайды ғой. Оған мынау дауыс қою керек. Сосын жаңағы қимыл әрекет жасау керек. Соның бәрін театрның мынау институтта соның бәрін үйретеді ғой. Арнайы мамандар бар. Соны міндетті түрде өту керек сияқты. Енді мен көшеден алып... Сияқты емес, сіздікі дұрыс. Міндетті түрде өту керек. Шәмшігүл апа, енді біз ғана емес, жаңа театр көрермендері, біздің залға келетін әрбір адамның дауысы бүгін Шәмшігүл Меңдиярова актрисамыз ойнайды десе, міндетті түрде сіздің даусыңыздан бір керемет ән күтеді. Біздің көрермендерімізді күтіп отырған сияқты. Мен бүгінгі көрермендердің атынан сізден бір ауыз ән сұраймын. Қонақ кәде сұраймын. Даусыңызды естігіміз келеді. Қонақ. Менің әндерімнің бәрі бұрынғы қазір көзге ілінбей жатқан ескі әндер ғой. Бір Хабиб апамнан 2-3 ән үйренгем кезінде. Сонда мынау Абайдың Татьянаның әнін өзі, енді апам айтады, ол кісі өзі сол қарауыл жақтың кісісі ғой. Соны мына тыңқылдатып, или кімнің айтып отырғанын білмеймін, соны айтатын тыңқылдатып, сонда Татьянаның әнін Тәңір қосқан, соны айтып берейін бір несін. Ол былай міне.
Тәңір қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ем. Ол кезімде бал едім мен, аямасқа бекіп ең. Бұл күн емес әншейін наз, сағынамын айтамын. Досың ақпын тағдыр араз, сағынамын қайтемін. Деп осыны Абай атамыздың өзінің домбыраға ақырын ыңылдап отырып айтатын әні деп үйреткенді. Керемет. Енді осыны жұртшылыққа ұсынамын. Жақсы, Шәмшігүл апай, біздің бағдарламамызға келген әрбір қонақ сонымен әні айтып қоймай, сонымен қатар экранның ар жағында отырған көрермендерге таңғы тілегін айтады. Көрермендерге әрбір атқан таңдарыңыз арайлы болсын деп айтқым келеді. Барлықтарыңызға денсаулық, ұзақ өмір, жақсылық, бір семьяда шуақты, берекелі қарым-қатынас тілеймін. Рахмет. Керемет, Шәмшігүл апай, өнер әлемінде өзіңіздің алтын басыңыз, қадірлі жаныңыз бар. Ләйім осыдан таймаңыз дегім келеді. Сізге мыңда бір алғыс. Алтын уақытыңызды бөліп студиямызға керемет сырлы сұхбат құрғаныңызға алғысым шексіз. Рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Сендерге де жақсылық. Театрда кездесейік.